Өт ішкі органдардың кішкентай басшысы. Өт аурулары белсенді емес өмір салты, артық салмақ, тұқым қуалайтын фактор және анатомиялық ерекшеліктерге байланысты пайда болуы мүмкін. Анатомиялық ерекшеліктерге өт қабының майысуы, жабысуы жатады. Өттің толып кеткендігін мына белгілер арқылы білеміз. Жүрек айну, лоқсу, әрдайым ауызға ащы дәм келу, оң жақ қабырға астының ауруы, терінің қышуы, үнемі шаршап жүру және ауыздан жағымсыз иіс шығу. Тамаққа тойып алмай бір мезгіл өтті демалдырған жөн. Дұрыс демалмай, дұрыс емес тамақтана берсек, ағзаға холестерин тола береді. Ол бара-бара тастарға айналады. Тасқа толған өт қатты қиналады, тіпті соңында оның жұмысы тоқтауы мүмкін. Егер өңештен өткен тамақтың бәрі ас болады десеңіз, қатты қателесесіз. Асқазанға түскен ас ағзаның қорегі екені рас, алайда оны қорытатын өт пен бауырды қайда қоясыз? Жеген асыңызды қорытатын да, реттейтін де ол өт. Пайдасыз тағам тұтынуды қоймасаңыз, өтке өкпелемеңіз. Ол толады, майланады, қисаяды. Қысқасы, қызмет атқару деңгейі төмен болады. Мысалы, өт қызметі қарқынды жүріп, дұрыс ағуы үшін тағамдарды таңдап жеу аса маңызды. Алдымен дұрыс тамақтану кезінде тек дұрыс майларды қолданыңыз. Өйткені май тек тағам дәмін келтіріп қана қоймай, майда ғана еритін А, Д, Е, К дәрумендерінің сіңуіне көмектеседі. Бұл кезде энергия да көбейеді. Диета ұстасаңыз, өсімдік майларды рационға қосыңыз. Кез келген тағамға пайдалансаңыз, пайдасын тез байқайсыз. Зәйтүн майы, авокадо май, асқабақ майы ең пайдалы майлар. Өт қызметі үшін куркума мен цитрусты жемістердің пайдасы зор. Өт ауырған кезде куркуманың орны бөлек. Оның құрамындағы куркумин өт түзілуіне көмектесіп, өт қабы бұлшықеттерінің тегіс болуына жақсы әсер етеді. Өт ағуын жақсартатын тағамдардың бірі цитрусты жемістер. Ең қолжетімді жеміс лимонды пайдалансаңыз, өтіңізге көмектесесіз. Одан бөлек мына тағамдар өт қабының жұмысын жақсартады. Қызылша, шалғам, зімбір, сәбіз, қияр, кинза, көкпияз, ақ немесе теңіз қырыққабаты, брокколи немесе брюссель қырыққабаты, болгар бұрышы, алма, итмұрын. Өт толуының себептері: дұрыс тамақтанбау, тамақтану арасында тым ұзақ үзіліс, пайдалы майларды тұтынбай қатаң диета ұстау, тамақтану сипаты, белсенді емес өмір салты және алкогольді асыра пайдалану, таза суды жеткіліксіз тұтыну, өт жолдарының спазмасына әкелетін жиі стресс және соның салдарынан өт ұлтабарға бөлінбейді. Семіздік, антибиотиктерді ұзақ қолдану, созылмалы бауыр аурулары, өт жолдарының жиі инфекциялық жұқпалары. Рационда қаныққан майлар мен холестеринге бай тағамдардың басым болуы, пассивті өмір салты және көп отыратын жұмыс. Өт толуының алдын алу үшін өте маңызды мәселе күндіз кем дегенде 1,5-2 литр су, ал таңертең жылы су ішу, құрысуларды, спазмды және өттің шығуына ықпал ететін пайдалы әдет. Екіншіден, физикалық белсенділік, өт шығаруға және өт қабын босатуға көмектесетін қарапайым жаттығулар. Осы шараларды сақтау өт толуын болдырмайды және де семіздіктің қаупін азайтады. Егер өт іркілуінің себептері мен белгілері болса, профилактикалық медициналық қарап тексеруден өту және өт іркілуінің дамуы және оның алдын алу үшін дәрігермен кеңескен маңызды. Өз денсаулығыңызды күтіңіз. Видео пайдалы болса, тіркеліп лайк басыңыз.